18 март, мен 33-ке толып жатырмын. Бірақ мен қазір түнгі сағат 12-де енемнің бөлмесіне барамын. Мынандай тортпен. Мынау мен, мынау енем. Потому что екеуміздің туған күніміз бір күнде, және де менің есімім енеммен аттас. Есім білесіздер ғой, кім екеніне айтпай қояйын. Кеттік анда. Ұйықтамапты. Туған күніңізбен. Киініңіз. Видеоға түсіз әдем киініңіз. Зорға ұйықтаттым қазір. Туған күніңізбен. Туған күніңізбен. Қартына келдің. Сюрприз. Рахмет. Екеуміздің туғаныңыз құтты боласыз. Екеуміздің суретіңіз ғой. Тандыңыз ба? Мен? Мұнан қақтың ба? Заказ бердім. Дима. Видео ма? Күк. Қазір бердім. Балдарды зорға. Ровно 12:00 болған кезде Айша ұйықтады ғой. Яқтан айғам жөнді отырмаған. 33 жасымды дәл осылай апаммен бірге қарсы алу бұйырған екен. Аллаға мың да бір шүкір, аналарымыз, апаларымыз, енелеріміз мың жасасын. Көбісі біле бермейтін тағы да бір фактмен жайлы мен осындай суреттер салып, YouTube каналдар жүргіземін. Апа, туғаныңыз құтты болсын, видео түсіріп отырмын. Рахмет, өзіңді туған күн құтты болсын деп қояқты. Рахмет. Апа, балаңыз жаман пысық екен, Неге? Бір оқпен 4 қоянды атады. Сендерді бірден бәрі жетіп мықты ғой мен балам. Мейрамды да туған күнде, менің де сіздің де бәрі бір күнмен. Мейрам да кетті, туған күн да кетті, бәрі кетті. Мен апамның туған күніне, мана апам екеуміз түскен суретті мультяшный стильде салып қойдым. Мен ерінді боядым кетіп па, қызыммен қарсаш. Енді байқап тұрмын ғой. Сол 8 март, апа 62-ке толып жатыр, мен 33-ке толып жатырмын. Туған күніміз көп болсын, ораза айына келіп қалған екен. Тағы бір ауыз сөз айтып жібересіз ба? Аман болайық, Құдай қаласа, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бақытты өмір сүрейік. Ал енді сәрісіде тортпен шай ішеміз. Құдай қаласа. Жақсы. Тортқа келіңіздер.